Неге саудың асын ішіп, аурудың ісін істейсіз? Бұл сөзді сіздер қалай түсінесіздер? Біздер маңдай терімізбен тапқан табысымызға айықпас ауруға дертке апаратын тағамдарды ішіп жейміз. Кола, горилла, газдалған, боялған, тәтті сусындарды ішеміз, тағы сондай арақ, шарап деген сияқты. Және оның ішіне қант та жатады. Қантты сіздер білесіздер, екі жолмен өндіріліп алынатын, сол кезде ол кислотаға айналатын. Мысалға, кішкентай қасық қантты жедіңіз, сіздің иммунитетіңізді 5-6 сағатқа тоқтатып тастайды. Рак клеткаларын тудыратынын, және 8 миллиард бұл әлемде адамдар өмір сүретін болса, соның 80-90% осы қантты тұтынады. Әрине мен өзіме келетін болсам, 20 жылдың үстінде қантты, құмыр шекерлерді пайдаланбаймын, бірақ қантты қосылған тағамдарды жеп қоюым мүмкінмін. Мысалға, жақында қонақтыққа бардық, ана столдың үстінде тұрған тағамдарға қарап, бір толық ротаны тамақтандыратын тамақ тұр соның үстінде. Біз саналы түрде шешім қабылдап, мен өзім қарадым да, тамақтардың бәріне қарап шықтым да, қайсысын жеймін, жемеймін деген шешім қабылдап тастап, саналы түрде ойланатын боламыз. Осылай, жаңадан пісірілген балық тұр екен, соны ғана жедім. Содан кейін барып шай іштім. Бұл жерде менің шай ішкенім дұрыс болмады. Келесіде саналы түрде үйден шыққан кезде 30-40 минут бұрын шай, суды ішіп шығамыз. Тағамдарды жегеннен кейін барып, 2 сағаттан кейін барып шай су ішетін боламыз. Содан кейін жеміс-жидектерді, салаттарды жейміз. Және өткеннің қайтып келмейтінін біле тұра, өткенге өкінеміз. Болашақтың беймәлім екенін біле тұра біз оған уайымдаймыз. Ешкім сізді қорқытып тұрмайтынын біле тұра, біздер мысалы адамның алдына шыққан кезде сөйлеуге қорқамыз. Ешкім саған пышақ салып алмайды, ешкім сені қорқытып тұрған жоқ, бірақ бәрі соны істейміз. Яғни табиғатта өмірде жоқ нәрселерді жасап тұрмыз ғой. Және интернетке, құмар ойындарға, ұйқыға тәуелдіміз. Және бұның бәрін біздер қазір мида екенін түсініп жасаймыз енді. Мысалға, қасқырдың күші азуында болса, біздің күшіміз мида. Осы миымызды саналы түрде біздер жетілдіріп, осы марафонда біздер бұны жетілдіреміз. Мысалға, хайуани мимен істейтін істердің бәрін, мысалға, пілге, жолбарысқа, бүркітке, тағда басқа жыртқыш құстарға теңеп тастаймыз да, біз оны дрессировать ету арқылы жасаймыз. Сіз осыны мүмкін деп ойлайсыз ба? Сізге қызық па осыны жасау? Бұны ойынға айналдырып тастауға да болады, челлендж деп қабылдаса да болады. Мысалға, ғылымсыз теория бос әурешілік. Тек қана теория ол өлі дүние деп алу арқылы біздер тек қана осыны саналы түрде қабылдаған кезде осыны дрессировать етеміз хайуани миды. Мысалға, жақсы әдеттерді бойымызға сіңіріп, жаман әдеттерден құтыла аламыз деп ойлайсыз ба сіз? Хайуани миды мысалға тоқтат, болды, тыйым сал деп жалынып, жалбарынып, оны қорқытып, ештеңе жасата алмаймыз. Біз тек қана оны дрессировать етіп қана жасата аламыз. Мысалға, циркте жүрген жыртқыш құстарды қалай адам оларды басқарып тұр, дрессировать етіп тұр. Міне дәл осы сол сияқты. Мысалға, сіз бүркітті ұшып жүрген, жалынып, оны қорқытып, оны ештеңе жасатып, жаңағы түлкіні аулап әкел деп жасата алмайсыз. Оны тек қана дрессировать етіп қана жасата аламыз. Мысалға, бүркітті қалай дрессировать ететінін білесіздер ғой, міне сол сияқты. Мысалға, біздер осының бәрін жасап жүрміз, салауатты өмір салтын сақтап жүрміз, пайдалы тағамдарды жасап жүрміз, хайуани миымызды басқарып, саналы істерді жасап жүрміз. Осылай жасап 3-4 ай бойына жасадыңыз, бір мезгілде хайуани ми сытылып шығып, сіздің бұрынғы хайуани істерді жасатуы мүмкін. Осы кезде біздер оны түсіну арқылы 220 миллион жыл болған хайуани мимен күресіп жатырғанымызды, оның секундына 40 миллион бит атқаратын саналы мидың болғанына тек қана 100 мың жыл болған, оның секундына 40 бит атқаратын білу арқылы ғана, мысалы хайуани миды піл деп алатын болсақ, саналы миды тышқан деп алатын болсақ,
әрине піл жеңіп кетеді, иә. Осыны түсіну арқылы, дрессировать ету арқылы біздер үнемі саналы миымызды жетілдіріп отырамыз. Өзімізді басқарып, мысалға, саналы түрде ойлану деген сіз өзіңізді сырттан бақылай алуыңыз. Мысалға, дұрыс отырған жоқсыз ба? Мысалға, бүкірейіп отырсыз ба? Өзіңізді тіп-тік отыруға, аяғыңызды тік қойып дұрыс отыруға бақылайсыз. Дұрыс емес сөз сөйлеп жатырсыз ба? Дұрыс сөз сөйлеп бастайсыз. Ашуланып жатырсыз ба? Бірден тоқтатасыз. Жақсы нәрселерді ойлауға. Осындай істерді өзіміз сырттан бақылай алу арқылы, өзімізді хайуани миды дрессировать ету арқылы осыны өзіміз жасайтын боламыз. Және мидың 6-шы қабығында, ойлану қабығында, және 5-ші қабығы, мысалға, біздің іс-қимылға, сөйлеуге жауап беретін. Мысалы, ұрыспа, сабырлы бол, мысалға, оқы, тұр, жалқауланба деген істерді жасау арқылы. Және префронтальная кора, біздің шешім қабылдайтын орталығымыз, 7-ші қабықты программалау арқылы, оған жақсы нәрселерді жазу арқылы. Осы 4 орталықты біздер программалау арқылы жасайтын боламыз. Және біздің, мысалға, өзіміздің, мысалға, ата-бабамыз қалдырып беріп кеткен, біздің қанымызға сіңген, ұят болады, жаман болады, обал болады деген істерді жасамаймыз. Біз айтамыз, жасаймыз, істейміз. Және тыныс алу техникаларын жасау арқылы осындай бізде техникалар өте көп болады. Алға қарайда түрлі тәсілдерді меңгеретін боламыз. Және медитация жасау арқылы. Медитация жасаған кезде біздің толқындар, мысалға, гамма, бета, альфа, тета, дельта деген толқындар болады. Ол өзінің герцтері болады, міне көзге көрінбейтін толқындар болады. Осыны тыныштандыру арқылы біздер саналы жаңағы шешім қабылдап, өзіміздің өмірімізді басқаратын боламыз. Мысалға, менің де, мысалға, сөзім толқын арқылы сіздер естіп отырсыздар. Сол сияқты және толқындар болады, жаңа медитация жасаған кезде үнемі жақсы нәрселерді жазып, миымызды тыныштандырып, жүрегімізге жайлық әкеліп, сабырлы да шешім қабылдайтын, осындай сабырлы да, саналы, сапалы қазақ болатын боламыз.